Түркістан облысы діни картасы. Түркістан облысы Қазақстан Республика аумағында тығыз орналасқан облыс аумақтарының бірі. Түркістан облысының орталығы Түркістан қаласы. Түркістан қаласы ежелгі дәуірден мәлім болған мәшһүр қалалардың бірі. Облыс аумағында жалпы 17 қала аудан бар. Әр қала ауданының өзіне тән ерекшеліктері бар. Түркістан облысы конфессияаралық келісім мен ұлтаралық келісімнің ұйытқысы болып отырған өңір. Облыс бойынша 2023 жылғы 1 мамырға халық саны 2.129.000 адамды құрады. Облыс халқының басым бөлігін қазақтар 70,24% құрайды. Одан басқа өзбек ұлты 17,1%, орыс ұлты 7,2%, татар ұлты 1,2%, Әзербайжан, тәжік, түрік, тағы да басқа ұлт өкілдері тұрады. Мақтаарал, Шардара, Сайрам, Сарыағаш ауданында тұрғындар жиі қоныстанған. Облыс тұрғындарының 47% қалада, 53% ауылда тұрады. Бүгінде Түркістан облысы аумағында 6 діни конфессияға енетін жалпы 796 діни бірлестік жұмыс атқарып келеді. Олардың қатарында исламдық емес бағыттағы 30 жергілікті діни бірлестіктер мен оның 2 филиалы бар. Сонымен бірге, исламдық бағыттағы, яғни Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының филиалдары болып табылатын 764 мешіт елге қызмет етіп жатыр.